Ананың ақ батасы. Тәурат кітабын жетік білген һәм сахабалардан тәлім алған табиғин ғұлама Уах бин Мунаббих Алла Тағала Мұса Калимуллаға алейхи уассалам: ей Мұса, ата-анаңды құрметте, ата-анасын құрметтеген адамның өмірін ұзақ етемін және жақсылығы мол перзент сыйлаймын. Әке-шешесін ренжітетін адамның өмірін қысқа етемін және тек жамандық көретін перзент беремін деп уахи еткен екен дейді. Ақиқатында мына жалғанда хақ тағалаға иман етіп құлшылық қылғаннан кейін пенденің парызы ата-анасына жақсылығын аямай төгу. Тәпсіршілер атасы сахаба Ибн Аббас радиаллаху анху: әке-шешесі бар әрбір мүмін күндіз түні жақсылық жасаса, Алла Тағала оған жәннаттың екі қақпасын ашып қояды деген. Міне бұл сахабалар мен табиғиндердің ұстанған жолы. Құранда пайғамбар шаңырағында үйренген Аббасулла Абдулланың радиаллаху анху: мен анасын жақсылық жасаудан артық Аллаға жақындататын ізгі амалды білмеймін деген ғажап сөзі бар. Демек, барша жақсылық атаулыдан оқ бойы отып тұратын бірден-бір ізгі амал ақ жаулықты ананың жүрегін қуанышқа бөлеу. Мына таусылмайтын күйбең тіршіліктің құрметін жие алмай басымызға тауға тасқа да ұрып жатамыз, мәселемді шешіп қалар деген үмітпен талай кісінің табылдырым тоздырамыз десе де, бір сәтке анамыздың ақ батасын алуды ойламаймыз. Ана тілдегі шешпейтін мәселе жоқ. Мұнда ескере кететін бір жайт бар. Ананың батасы орындалу үшін ол 5 уақыт намаз оқитын керемет тақуа болу шарт емес. Бұл жаратқанның анаға берген шексіз сыйы. Оның перзентіне арнап жасаған дұғасы қабыл етіледі. Перзент те ата-анасына ұдайы дұға жасап жүру қажет. Сахабалардан ата-анаға дұға жасауды доғару перзенттің тіршілігін қиындатып жібереді деген даналық сөз қалған. Ақбар Алла Тағала әке-шешесіне жаман қарайтын пендеге азабын тез беру үшін ажалын асықтырады. Ал ата-анасына жақсы болған адамға мол жақсылық беру үшін өмірін ұзартады деп әке-шешеге жасалған жақсылық адам өз перзенттерін қайтатындығын айтқан. Жамандық та солай. Ал енді Суфия бин Гуайна маған және ата-анаңа шүкіршілік ет. Лұқман сүресі 14 аят. Аяттың астарлы мағынасын түсіндіре келе, Аллаға шүкіршілік ету 5 уақыт намаз оқумен, ата-анаға шүкіршілік ету әр намаздан соң дұға жасаумен білдіріледі деген екен. Хасан Басриден Хишам бин Хисан: мен Құран үйреніп отырған кезде анам кешкі асты ішпей күтіп отырады деп жөн сұрайды. Сонда Хасан анаммен бірге кешкі асты ішіп, оның көңілін тыныштандыруын нәпіл қажылықтан жақсырақ деп жауап берген екен. Міне бұл анаға қаншалықты дәрежеде көңіл бөлу керектігін көрсетеді. Ендеше анаңызға әдемі көйлек пен орамал сыйлап, ақ батасын алуға асығыңыз. Шыншылдық. Баяғы бір заманда күнәсіз күні өтпейтін бірі болыпты. Ойында бір кісіден артып жығылатын міні бар екен. Күндердің күні Құдай жүрегіне хидаят беріп түзелгісі келген көрінеді. Бірақ қалай түзелерін білмей басы қатады. Неден бастау керек деген сияқты ой мазалайды. Ақыры бір ғылымға ақыл кеңес сұрап іздеп барады. Осыншама күнә істен қалай құтыламын деген сауалдар ғұлама бір ғана күнәдан арылуға кеңес береді. Адам баласына және өзіне өтірік айту керектігін түсіндіреді. Кез келген жағдайда шыншыл болуды талап етеді. Тіпті оған ант-су ішкізіп уәдесін де алады. Бірер күннен кейін арақ ішкісі келіп жайғаса келе бергенде ғалымға берген уәдесі есіне түсіп, япыр-ай, ғұлама сұрап қалса ішпедім деп қалай айтам? Өтірік айтып құтыламын ба? Басқа уәдеде тұрмасам еркек атым қайда қалды? Жоқ, мұның болмас деп райынан қайтады. Қанша қиын болса да сөзіне тұруға әрекет етеді. Ақыры ішпейді. Келесі күні бұрынғы әдеті бойынша тағы бір күнә жасамақ болып тұрғанда, шындықты ғана айтамын, бір ауыз сөз өтірік айтпаймын деген уәдесі есіне сыйылады. Осылайша әлгі кісі жалған сөйлемеу және шыншыл болу арқылы жаман істерінен бір-бірлеп түгелдей арылған екен. Шыншылдық адамның ең әуелі өз ар-намысы мен иманы алдындағы шынайылығы. Құран кәрімде: ей иман келтіргендер, Алладан жазасынан сақтанып қорқыңдар және шын сөздермен бірге болыңдар. Тәубе сүресі 119 аят деген әмір бар. Құран кәрімде адамзаттың ең таңдаулысы болған пайғамбарларды: ей Юсуф, ей шыншыл. Юсуф сүресі 46 аят. Және әр кітаптағы Идристі жайсың ал, ол шыншыл әрі пайғамбар еді. Мариям сүресі 26 аят деп сипаттайды. Пайғамбарымызды да оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын иман етпеген арабтардың өзі Садиқул Амин, яғни шыншыл аманатул деп атаған.
негізгі адамның ең әуелі жаратушысымен, одан кейін адамдармен және міндетті түрде өз ар намысы алдында шыншыл болуы керек. Раббысы алдындағы шыншылдығы әрбір құлшылығын ықыласпен жасауы, амалдық рия мен мақтан құмарлыққа жол бермеуі. Өйткені рия араласқан құлшылық қаншалықты ауқымды болғанымен қожаның түйіріндей де сауап болмайды. Демек, құлшылықтағы ең маңызды жайт ықылас. Ықылас қоспасыз және саптыда деген мағынаны білдіреді. Бұл дегені ниетке рия мен мақтан құмарлық араласпаған құлшылық. Адамдармен шыншыл болуға келсек, хадисте қиянаттың үлкені бауырың саған бір әңгіме айтқанда ол саған бар шындығын айтады да, ал сен оған өтірік сөйлейсің делінген. Адам өзінің иманы алдында шыншыл болуына қатысты күдіктеніп күмәнданған шаруаны тастап, ешбір күдіктенбейтін шаруаға бет алып, анығында өтірік күмән ал шыншылдық жан тыныштығы деген риуаят бар. Екі дүние сұлтанының оған Алланың салауат мен сәлемі болсын, ақиқатында шыншылдық жақсылыққа, ал жақсылық жәннатқа жетелейді. Кісі шындық сөз айтып жүріп, Алла құзырында шыншыл болып жазылады. Өтірік жамандық пен арсыздыққа, ал жамандық тозаққа алып барады. Кісі өтірік сөз айта берумен ақыры Алланың құзырында өтірікші болып жазылады. Бұхари Муслим. Деген өсиеті адамның барлық ізгі амалы шыншыл сөзден бастау алатынын көрсетеді.